Ассаламу алейкум, сіздермен Гүлнұр ұстазы сабағымызды жалғастырамыз. Егер видео сіздерге пайдалы болса, осы видеоны лайк басып, комментарийларыңызбен қолдап кетсеңіздер болады. Бізде бүгінгі оқитын әрпіміз бұл уау әрпі. Уау әрпі у деген дыбысты береді, және де уау әрпі еріндік әріп. W-ді оқығандай қылып оқимыз. Уә, уи, у, және мынау бізде у. Ау, рау, нау, ләу. Уәрам, уәтәр, уәмән, уәлән, уәләм, уәкәм. Аулу, рауму, яуму, кауну, уәйлу, уәзну. Және соңғы жол кау, кәбу, мау, кибу, ау, лям, тум. Үш харекет, яғни үш буын болады, және сукунда біздің буынымыз аяқталып отырады. Ау, лям, тум. Ау, тар, тум. Келесі әріп бізде хә әрпі. Хә әрпі жалпы бұл көбісі оны әртүрлі айтады, біреу кіндіктен шығады деп, біреу тағы бір жерден деп. Негізі хә әрпі бізде тамақтың ең төменгі бөлігінен шығады. Хамза әрпі қайда шығатын болса, хә әрпі де сол жерден шығады. Яғни тамақтың, жұтқыншақтың ең төменгі бөлігінен. Хә әрпі өте жұмсақ, өте жіңішке әріп, сондықтан бұл жерде тамағымызды қыспаймыз, қырылдатпаймыз. Өте жеңіл хә, хи, ху, деп дыбыстап шығарамыз. Енді оқып көрейік. Хә, хи, ху. Бұл хә, хәбі, хәм, хәл, хуа, хия, хум, зәхру, ахам, وهب لهب وهم لهم بهم منه منهم إليه إليهم أمهلهم Келесі әріп бізде фә әрпі. Фә әрпі бұл енді орыс тілінде бар, ф деп оқимыз, бірақ бұл жұмсақ. Фа емес, фә еріндік әріп бұл да. Фә әрпін айтқан кезде біздің үстіңгі тістеріміз астыңғы ерінге тиеді. Бірақ ешқандай давлениесіз, қысымсыз, тек қана жеңіл үстіңгі еріндерін, үстіңгі тістерді астыңғы ерінге жеңіл тигіземіз. Оқып көрейік. Фә, фи, фу, және фә әрпі бізде хәмз әрпіне жатады, яғни ауасымен шығатын әріп. Сондықтан сукунды болған кезде барынша тоқтап ауасын шығарамыз. Фәм, фән, кәф, фә әрпінде ауа шығады. Фәләк, кәфәну, нәфәру, фәуру, фәузу, фәхму, фикру, зифру, кифлу, фулу, нау,
نوفر نوفر نوفل فهم فهم يفهم يفهم افتتن يفتتن افتكر يفتكر келесі әріп бізде қаф қаф әрпі жуан әріп және қаф әрпі бізде қалқала сипаты бар. Енді қаф әрпі қазақ тілдегіден айырмашылығы, қазақ тіліндегі қ қырылдайды. Құлақ, қазақ, қасық. Ал енді араб тіліндегі қ, оның дауысты дыбысы болмаса, ол бізде өте таза, көмекейге жақын шығады. Қ. Ешқандай қырылдамау керек. Қ емес, қ. Қ, қи, қу, әқ. Яғни өте сондай таза шығатын әріп. Оқып көрейік. Қ. Енді қа болмайды, немесе қа болмайды. Бұл қаф әрпі жуан әріп болғандықтан, бұдан кейінгі а дыбысы бізде оға жақын айтылады. Қ, қи, қу, қ. Зұқ, қин, құл, құм, қиф, қих, қалбу, қаблу, фауқу, қаламу. Қазақ тілінде қалам деген сөз бар. Осы қалам деген сөз. Қамару. Қамар сұлу деген есім бар. Негізі бұл ай деген сөз. Ай сұлу деген есім. Қамар сұлу деп те айтылады. Екеуі де негізі бір мағынаны білдіреді. Ләқабу. Бұл да лақап деген мағынаны білдіреді. Қазақ тіліндегі лақап аты деп айтамыз ғой. Сол сияқты араб тілінде ләқап деп айтылады. Құм, қуму. Иқтәрабә. Яқтәрибу. Инқалабә. Янқалибу. Енді бұл жерде қаф және кәф әріптерінің айырмашылығын айтылған. Күл. Күл деген сөздің мағынасы же, құл деген сөздің мағынасы айт. Сонда бұл әріптерді негізі шатастыруға болмайды. Фәрқу. Фәләки. Зұқ. Екеуінің сипаттары әртүрлі екенін көрініп тұр. К дегенде ауа бар, зұқ дегенде қалқала сипаты бар. Енді және бізде тағы бір әрпімізді оқу керек. Бұл шин әрпі. Шин әрпі өте жұмсақ. Араб тіліндегі шин әрпі. Ш, барынша жұмсақ. Шәй. Мысалы, мәшә Алла, иншә Алла, иншалла емес, иншә Алла деп өте жұмсақ айтылады. Енді шин әрпі жұмсақ оқылады. Ш деп оны ауасымен оқимыз. Ша, ши, шу, ш. Рош, буш, шар, шақ, шам, шак. Бишру. Ширбу. Шахру. Нашру. Шукру. Шүкір деген сөз осы араб тілінде де шукру деп айтылады. Шурбу.
шурбу, машробу, машробу, машрибу, машрибу, машриқу, машриқу, муштахиру, муштахиру, муштараку, муштараку, اشتهر يشتهر ابرنشق يبرنشق. Бүгінгі видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий басып, парақшама жазылыңыздар.